Ассаламу алейкум. Еліміз ғаресіздігінің 35 жылдық байрамын нышанлау алдында тұрмыз. Осы байрам менен барлық кәсіпкерлерді, бүткіл халқымызды шын жүрегімнен құттықтаймын. Ғаресіздік біздерге не нәрсені үйретті? Мәселен, міне ғаресіздікке еріскеннен кейін har bir pedagog үшін, har bir inson үшін juda bir үлкен жауапкершілік пайда болды. Hamda сол нәрсеге ерісу үшін біз көп өз үстімізде істеп басладық. Президентimiz тарапынан жаратылып отырған имканиятлардың хаммасынан дерлік пайдаланып жатырмыз. Мәселен, мінекей бақша жасындағы балаларымыз үшін, бастауыш класс оқушылары үшін, педагоглар үшін біздерге көп juda имканиятлар жаратылды. Осы имканиятлардың нәтижесінде жетіскенліктерге ерісіп жатырмыз. Хаммасы осы ғаресіздігіміздің нәтижесі болып есептелінеді. Сондай-ақ 35 жыл давамында біз бір қанша сырт елдермен істесу, hamda сол жасөспірімдерге, әсіресе сол біздер бастауыш тәлім қанегелері болғанымыз үшін бастауыш класс оқушыларына болған имканиятларды көбірек айтқымыз келеді. Міне сабақлықлар, мектеплердегі имканиятлар, мектеплеріміздің өзінде жеке түрде компьютерден пайдалану, электрон доскаларда өз үстінде істеу имканиятлары жаратылды. Hamda сол жасалма интеллекттен пайдалану имканиятлары да қазіргі жас бастауыш класс оқушыларымызда juda рауажлану пайда болды. Соның үшін мінекей ғаресіздігіміздің бұл 35 жылдық байрамына біз сол дәрежеде таярланып, hamda сол 35 жыл давамында имканиятларымызды көз алдымыздан өткізіп, осы күндерге жетіп келгенімізге шүкірлік етеміз. Hamda барлық халқымызды, педагогларды, Қарақалпақстан Республикасындағы барлық педагогларымызды мінекей біздер жамаатымыз атынан, өзімнің атымнан 35 жылдық байраммен шын жүректен құттықтап қаламын.